Ал, бисмиллах, қыздар, қалдарыңыз қалай? Давайте, кешегі бізде табысты 2 есеге арттырсақ, не жаман болады деген запростың кедергілерімен жұмыс жасап бастаймыз. Міндетті түрде бөлісеміз, міндетті түрде сақтап аламыз және астына комментарий жазамыз. Енді мен бұл жерде қандай кедергіні алдым? Бұл кедергі мен өзімді лайықты санамаймын. Яғни, былайша айтқан кезінде 2 есе табысым артқанға мен өзімді лайықты санамаймын. Көрдіңіз ба? Осындай запроспен бүгін жұмыс жасаймыз. Бұл негізі кез келген адамда бар. Бұл өте көп кездесетін ақпарат. Енді былай айтайықшы, кім өзін лайықты емес санап отыр, жақындаңыздар. Былай айтайықшы, бұл вообще қайдан шықты? Мен өзімді лайықты емеспін деп санаймын деген ақпарат қайдан шықты? Ал барлығымыз балалық шаққа оралайық. Балалық шақта біздің әке-шешеміз бізбен қандай қарым-қатынас жасады? Тікелей осыған байланысты. Мысалға айталық, сіз бір нәрсені айтып қалдыңыз делге, сен тыныш отыршы, сенен ешкім сұраған жоқ. Мысалы, осындай болуы мүмкін. Уже сіз мен бұларға бір әңгіме айтуға лайық емеспін деген нәрселер пайда болуы мүмкін. Немесе тағы да бір әдемі киіміңізді киіп, өзіңізді бір әдемі қылып көрсетіп, үйден бір шығып жатқан кезіңізде, ой, дойт, қайда шықтың? Деп мысалда, менсінбей қарайды мысалда, осындай да қарым-қатынаста адам өзін мен әдемі болып жүруге лайықты емеспін деп. И тағандай мысалға, жаңағы өзіңіздің бір нәрседе өз үлесіңізді қосып жатқан кезде, осы сен ақ тыныш отыршы, айналайын деп мысалы бетіңіз қайтаруы мүмкін да. Сіз ана жерде өзіңізді күшті сезініп, мен де көмектесе аламын, мен де пайдам тисін деп бір нәрсе ұмтылып жатасыз, сіздің бетіңіз қайтарады. Яғни не пайда болды? Бұл жерде мен лайықты емеспін. Мен мысалға да әртүрлі, мен көп ақша демеймін, әдемі болып жүруге лайықты емеспін, басында осылай пайда болады. Мен жаңағы мені барлығы жақсы көруге лайықты емеспін, ақырындап мен көп ақша ұстауға лайықты емеспін деген нәрсе. И сіз қазіргі уақытта уже мен көп ақша табуға лайықты емеспін дегенге не қылады? Ұласады екен. Яғни, біз таптық, балалық шақтағы жатқан нәрсе. Енді бұл жерде біз қыздар міндетті түрде әке-шешені кінәлауға жол бермейміз. Неге? Себебі, білем, әке-шешенің қарым-қатынасынан пайда болған шешімдер, травмалар деп айтуға болады. Бірақ сол әке-шеше, бұл сізге травма болып жармасын, сіздің 30, 40, 50 жасыңызға шейін бұл зиян тисін демейді. Просто олар білмегендіктен осылай жасайды. Мүмкін оларда да дәл сондай травманың болуы әбден мүмкін. Мүмкін ондай травма болмаса да, осылай дұрыс дегендіктен жасаған болуы да мүмкін. Сондықтан да, түсіндіңіз бе, қандай жағдай болмасын, әке-шешені не істемейміз? Кінәламаймыз. Дальше кеттік. Енді жақсы түсіндік, біз әке-шешені кінәламаймыз, түсіндік балалық шақтан. Енді не істейміз? Енді мына нәрсеге, осы сәтке оралайық, мына нәрсені түсініп алыңызшы. Алла тағала сізді қалай жаратты? Алла тағала сізді әдемі өмірге, әдемі киінуге, бай қуатты болуға, көп ақша табуға, көп ақша ұстауға лайықты емес қылып жаратты деп ойлайсыз ба? Жоқ, әрине. Жоқ. Өйткені Алла тағала бүткіл байлықтың иесі, бүткіл мүліктің иесін бәрі Алла тағала. Және Алла тағала бүткіл жаратылысты жаратушы. Және соның ішіндегі ең керемет жаратылысы болып пенделері. Яғни Алла тағала пендені қалай жаратты? Алла тағала пендені ешкімге ұқсамайтындай етіп, бірегей, уникальный, толыққанды, полноценный қылып жаратты. Жеткілікті, ешкімге ұқсамайтындай етіп жаратты. Және Алла тағала әрқайсымызды зор махаббатпен жаратты. Түсініп отырсыз ба? Білесіздер, шетелге барған кездеріңізде мына саусақтың ұшын жаңағы неге бір нәрсеге түсіріп алады, жаңағы бүйтіп басқызып алады. Яғни біздің саусағымыздың ұшындағы даже сол да ұқсамайды ғой ешкімге. Сондықтан да біз ешқайсымыз ешкімге ұқсамайтындай ерекше жанбыз ғой. Ал енді осылай ерекшесіз,
бірақ сіз отырасыз дағыны балалық шақтағы жаңағындай оқиғалардан өзіңізге қабылдаған шешіміңізден Аллахқа айтасыз ғой, я Аллахым, мен неғып осындай бейшара сорлы қылып, осындай бір бай өмірге лайықты емес қылып, көп ақша табуға лайықты емес қылып жаратып қойғансың деп не айтып жатсыз? Қазір шағым айтып жатсыз. Енді не істейсіз? Осы шағымыңызды Аллахтың алдында мойындайсыз, дұрыс емес жасап жатқаныңызды мойындайсыз. Өйткені Алла тағала сізді қалай жаратты? Керемет етіп жаратты, ешкімге ұқсамайтын етіп жаратты да. Вот. Енді не істейсіз? Сіз өз-өзіңізбен жұмыс жасайсыз. Өзіңізді Аллахтың алдында не қыласыз? Мойындайсыз өзіңіз туралы жаман ойда болғаныңыз үшін. Түсіндіңіз ба? И тәубеңізге, бұл тәубе жасау ғой, тәубеңізге келесіз осылайынан. Енді бұл сізде жаңағы мен лайықты емеспін деген нәрсе жасалған разбор болатын. Иншаллах, осыдан кейін сіз өзіңізді лайықты көруге тиіссіз. Өйткені сіз қаншама ақпарат алдыңыз. Ал жақсы, мен келесі рилста, келесі жаңағы разборларды жасайтын боламын иншаллах.